Екінші раундтан кейін қарсыласым орнынан тұрмай қойды. Жалпы сонда 2 жылдық үзілістің басты себебі қандай? Лақтырып жіберді төмен жаққа. Былайша айтқан кезде. Қазақстанда жоқ десем де болатын шығар. Хайпқа көзқарасыңыз қандай? Көшеде төбелесіп өскен баламын. Өзімнің көшемнің атаманы болғам, школдың атаманы болғам. Бір әлем чемпионына сіз вызов тастай аласыз ба? Танылуға, популярный болуға дейді ғой. Егер де сізге 1 жылдық гонорарыңыз мысалы $1 миллион болады десе, киноактер болуға. Бірақ боксты таста десе. Айсындарды, Костя дейді, солардың кассеталары көп көретін. Болатын. Дайындалсын. Біздің жерде біз намысты жібермейміз, Алла қаласа. Қайырлы күн достар. Бүгін бізде 10 раунд бағдарламасының кезекті түсірілімі. Және де бізде қонақта Жанқош Тұраров. Бірінші сұрақ, жалпы Жанқош, қалайсыз? Настрой, форма қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. 2 жылдан бері жаттығып, демалып қаншама қалдым. Енді жаттығуларыма кірісіп, қазір өте керемет. Жақсы бабындамын десем де болады, Құдай қаласа. Жалпы сонда 2 жылдық үзілістің басты себебі қандай? Енді мен Астанадағы болған кейін 2017 сентябрьден кейін қолымды сындырып алдым. Сөйтіп ән жазылады, мін жазылады деп жүрген кезде тағы жарақаттап алдым. Сөйтіп жүрген кезде уақыттың қалай өтіп кеткен өзім түсінбей қалдым. 1,5 жыл, 2 жыл. Сонда 2 жылдан кейін жекпе-жек өткізіп, енді арада бір ай өтейін деп жатыр, қайтадан жекпе-жекке шығайын деп жатырсыз. Осындай кесте графиктің пайда болуы неліктен, себеп қандай? Енді бұл кездесу енді қазір қаншама демалып қалғаннан кейін Англияда бір жарыс бар деді. Жаңағы Астанадағы жарыс болады деді. 6 шілде. Содан кейін оның алдында жаңағы 1 ай бұрын тағы бір кездесу өткізіп жібересің бе деп маған ұсыныс білдірді. Мен айттым, көрейік. Ол тұрған ештеңе жоқ. Как раз өзімді сынап алайын бір рет рингта, өзімді тексеріп алайын деген сияқты оймен шықтық. Өте тамаша кездесу өтті. Екінші раундтан кейін қарсыласым орнынан тұрмай қойды. Ішінен ауыр соққы тиген. Техникалық нокаут. Енді Астанадағы жекпе-жек жайында айтып кетсеңіз. Қарсыласы туралы және де чемпиондық белдік туралы. Енді ол жерде мен чемпиондық белдікке шықпаймын. WBC деп айтып едім. Жоқ. Ол WBC-ға кім жаңағы марокканец төбелеседі. Главный бой. Главный бой емес, главный бой менікі, ол менен кейін комин-ивент. Менікі мен-ивент. Қазір пока белгісіз қандай титул бола ма, или рейтинговый бой бола ма шешіліп жатыр. Мүмкін рейтингтік бой кездесу өткізу мүмкін. Қарсыласым аргентиналық Гадой деген жігіт. 31 кездесу ұтып, 16 нокаутпен жеңген, 4 поражение, 1 ничьясы бар. Енді былайша айтқан кезде жаңағы қарсыласым өте опытный дейді ғой, тәжірибесі өте мол, өте мықты. Алла қаласа енді мен жаңағы жақсы дайындық үстіндемін, Алла қаласа. Жақсы өнер көрсетеміз деген ойдамын. Елімді, жұртымды қуантамын деген ойдамын, Алла қаласа. Сонда бізде Қазақстанда осындай проблема бар дейді, кәсіпқой боксшылар арасында. Именно кәсіпқой боксшыларды даярлайтын бапкерлер аздың жоғы. Сіз Сағатбек Мұсахановтың қоластында тренер жасайсыз, иә? Енді дұрыс айтасың, енді ондай бапкерлер өте аз. Қазақстанда жоқ десем де болатын шығар. Өйткені мен ең бірінші тренерім бұл кісі. Алғаш 2004 жыл бастағам, Абылайхан спорт клубында. Содан бері міне 2012-ге дейін дайындалып, 2012-ден кейін контрактымен Америкаға жол жүріп кеттім. Содан кейін қайтадан ағайыма қайтадан оралып, енді қайтадан бірге жұмыс істеп жатырмыз. Контракт бітіп, Құдай қаласа енді үлкен белестерді, жаңағы үлкен жеңістерге осы ағайыммен бірге жетеміз деген ойдамын. Және де осы жылы қанша жекпе-жек өткізуді мақсат тұтасыз? Қазір енді 6 июльде бір кездесу, одан кейін күзге таман мүмкін тағы бір кездесу өткізерміз. Одан кейін тағы ойласақ. Сондағы басты мақсат қандай осы жылға? Енді маған қазір данный момент рейтингімді тұрақтап алу. Рейтингім тұрақтап алу керек болып тұр. Өйткені қазір мені бокс жүрек лақтырып жіберді төмен жаққа. Былайша айтқан кезде. Оның бәрін тұрақтап, жаңағы мықты әлемнің 15 мықты боксерінің қатарына ену, Құдай қаласа. Ендеше осындай сұрақ. Жалпы сіз хайпқа көзқарасыңыз қандай?
мысалы хайп дейді ғой, мысалы қазір бір әлем чемпионына сіз вызов тастай аласыз ба? Онда енді хайп дейтіндей оны уақытысы келеді, сол кезде айтамыз. Спортивный хайп дейміз ба? Оны не аламын, ондай хайп майт деп. Ондай мысалы қазір бүйтіп айтады да, бір боксшыға тек боксшы болу аз дейді да. Оған пиар жағы даму керек, ол да басқа да түрлерде танысу керек, басқа движениялар болу керек дейді да. Мысалы сіздің соған көзқарасыңыз қандай? Түсініп тұрмын. Енді ол да бір жерден дұрыс шығар. Танылуға, жаңағы популярный болуға дейді ғой. Білмеймін енді, өз басым. Ондай хайп жасаған емеспін. Бұйырғаны болар. Жаса десем, оны мен өзім жасамас едім. Может, ақылдасып біреулер айтып жатса, осылай дұрыс болады деп жатса, мүмкін болады. Қарсы емеспін бір шетінен де. Әрине. Мысалы қазір сіздің келесі қарсыласыңызбен бірге бір интрига жасау, ондай мақсат жоқ па мысалы? Енді ондай ешқандай мақсат жоқ. Енді осындай сұрақ. Егер де сізге бір жылдық гонорарыңыз мысалы $1 миллион болады десе, киноактер болуға, бірақ боксты таста десе, сіз нені таңдар едіңіз? Жоқ. Спорт таңдар едім, әрине. Бұл жерде одан да үлкен ақша жасауға болады, әрине. Осындай сұрақ, мысалы боксқа кейбір адамдар өз атын шығару үшін, біреулер ақша табу үшін, біреулер үлкен бір мақсатқа жету үшін келеді. Біреулер мысалы абсолютный чемпион боламын дейді, біреулер кәсіпқойда именно. Сіз үшін бокс ол не? Енді мен кішкентай кезімнен, шынымды айтсам, көшеде төбелесіп өскен баламын кішкентай кезімнен. Сонау Жамбыл облысы Таласаудан Ақкөл ауылында дүниеге келгем. Өзімнің көшемнің атаманы болғам, школдың атаманы болғам. Одан кейін қаншама мектептер көштік, ауыстық, әр жерде мен төбелесіп жүрдім. Содан мен әкем, апам десем болады, сосы боксқа бер деп жаңағы ақылын айтқан болатын. Мен 2004 жылы боксты бастап, осы төбелесім арқасында шығар. Әрине басында ол төбелес жақсы көріп, сосын мен жаңа кішкентай кезімде осы Тайсондарды, Костя солардың кассеталары көп көретім. Кәсіпқой бокс жақсы көретім. Осыны ұнатып негізі келдім. Әрине ол одан кейін само собой ол уже ақшасына да қарай, уже бизнес ретінде қарайсың бұл. Спорттық өміріңді, ол біздің өмірімдегі бизнес десем болады. Қазір құрып келе жатқан. Сонда сіз жақында MTK Global деген менеджерлік компаниямен келісімге отырдыңыз. Сол келісім жайында айтып кетсеңіз. Енді MTK деген Global компаниясы менеджерлік компания. Бұлар жаңағы ең басты бұлардың атақтылары Тайсон Фьюри, Билли Джо Сондерс деген жаңағы атақтылар, Майкл Конлон деген бар боксер. Енді бұлардың жаңағы өте дәрежелер әлемде үлкен. Англиялық промоутер менеджерлік компания. Алла қаласа бұлардың мен жаңағы қандай жарыстар өткізіп жатқан интернеттен көріп, қандай жаңағы дәрежеде үлкен шоулар өткізіп жатқанын қарап, өзім жаңағы бір бел будым десем болады. Мені жерде тастамайтынын, мені әлемдік деңгейге жеткізе алатындар көзім жетті. Содан кейін мен келісіп жатқа қол қойдым. Ал қазір тренировка барысында сізге спарринг партнерлар жетсе ме? Бізде залда өте көп спортшылар. Біздің Сағатбек Мұсаханов ағайым жаңағы кәсіпқой боксшыларды дайындайды. Көбінесе Нұрсұлтан Жанабаев деген бауырымыз бар. Хасан бар бауырымыз. Сол сияқты 4-5 мықты балалар бар. Бізде Али Балоев міне бауырым бар. Сол сияқты жаңағы. Одан жаңағы спаррингтан қарсылас жетеді десем болады. Жетеді, одан да көп боксерлар бар. Осындай сұрақ, енді сіздің отбасыңыз жайында. Жалпы отбасыңызда қанша бала бар, сіз нешіншісіз үйде? Мен енді отбасым айтатын кезде әкем, шешем бар. Аллаға шүкір. Мен ағам, інім бар. Мен ортанғысымын. Үйдегі спортшы ғана мен өзім. Міне осылай қазір енді содан 2016 жылы үйлендім. Жаңағы отау құрып, енді кішкентай қызым бар. Алла қаласа бұйырса, тағы екіншісін күтіп отырмыз, Алла қаласа. Сондайсында жақсы жаңалықтар өз өмірімде. Сонда үйлену негізі боксшыға
тек жақсы әсерін тигізе ме или қалай, мысалы қиындық туғызбай ма басқа елге кеткен кезде сборға мысалы тренировка жасауға дегенде? енді оны спортшыны сен бір нәрсеге жету үшін бір нәрсеге тыюың керек дейді ғой. Иә, құрбан ету керек, ал әрдайым ол өмірде де сондай. Онсыз болмайды. Сен ол жұмыс істесең де сен бір жаққа кетуің мүмкінсің. Не то что спортсмен. Ешқандай қиындығы жоқ десе болады. Енді сонда келесі қарсыласыңызға мысалы бір-екі сөз айтып кетсеңіз. Алдағы 6 июль болады. Дайындалсын. Біздің жерде біз намысты жібермейміз, Алла қаласа. Жақсы, сау саламатта болайық. Ассалаумағалейкум. Жақсы.